Ассалаумағалейкум. Сіздермен Дубай колеса. Бүгін көрсетілімде Toyota Corolla, қытайлық жинақ. Моторы 1.2 турбо, және де 1.6 турбо, және де 1.8 гибрид болып келеді. Алдарыңызда қазір көріп тұрғандарыңыз 1.2 турбо, 116 аттың күші бар, 8 сатылы қорапшамен үйлеседі. Бұл жинақта көріп тұрғандарыңызда титановый дискі дейді, яғни артқы көрінісі хромовый жарық шамдармен сәнделген. Арты өте кең, стеклоподъемник, үйлер. Және де салонына келер болсақ, автокорректор фар, мультимедиа, круиз-контроль. Мұнда дисплеймен толық ақпаратты осында көрсетіледі. Және де спорт режим бар. Автоотключение двигатель. Светофор тұрған кезде қаттырақ торына бассаңыздар, машина өшіп, тағы да бензиндарыңызды экономдауға көмектеседі. Және де автохол, электропаркинг, және де кондиционер, печка, дисплей, ЖК, Android десе де болады. Сос кнопка заводтан. Өте ыңғайлы, өте шағын және өте экономды автокөлік. Қаладағы бензин расходына келер болсақ, 5.2 литр. Және де бұның 1.6 турбосы. 1.6 турбода бұл жерде көріп тұрғаныңызда өзгешеліктер люк бар. Бесключевой доступ. Және де сол бір салон. Салонына келер болсақ, уже кішкене сиденьялары стильді, өте әдемі, өзінің ерекшелік тігістерімен. Және де мұнда көріп тұрғаныңызда өзгешелік климат-контроль, пуш-стар, автохол, круиз-контроль, радарымен, люгімен. 1.2-нің бағасы 52 мың дирхам, ал 1.5 турбоның бағасы 59 мың дирхам. Және де Corolla'ның мынандай версиясы бар. Негізінде бұл америкалық стиль, америкалық версия. Және де бұның ерекшелігі бампері, өзгешелігі фаралары, кішкене агрессивті, өте әдемі, дискілер де басқаша. Артқы фара, артқы жарықшам өте бір брутальный көрінеді. Өзіндік ерекшеліктері бар. Датчик слепых зон. Мұнда және бесключевой доступ, сиденьялары барлығы өте әдемі, сапалы. Салонына келер болсақ, бұлда да үлкен монитор, климат-контроль, люгімен, алькантара, круиз-контроль, радармен, пуштар, және де қауіпсіздік камералары бар. Ол артқа жүріп жатқан кезде, жаңағыдай өзінің қауіпсіздік бір қимыл әрекет байқаса, машина бірден тоқтап қалады. Ал қазір келесі видеода сіздермен Toyota Corolla Cross гибрид жайлы түсіретін боламыз.